Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын сүтті қыз тортының рецептісімен бөлісемін. Лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды миксердің көмегімен 6-7 минуттай көпіртіп аламыз орташа жылдамдықпен. Жұқа әрі пышный болып шығатын бисквиттің сыры осы жұмыртқаның көпіруінде, және оған шым-шым тұз салып, тағы да көпіртіп аламыз. Енді ұн және разрыхительді бір уақытта салып, араластырып аламыз. Енді қойылатылған сүтті, яғни сгущенканы салып, оның үстіне ерітілген майды салып, ең төменгі жылдамдықпен миксерлеп аламыз. Нәтижесінде бір келкі түйіршіксіз қамыр дайын болды. Енді пергамент қағазымыздың үстіне кондитерлік сақинаны 20 см етіп қойып, ішіне 2 ас қасықтан қамырымызды салып жайып аламыз. Келесі пергамент қағазына осылай бір бассаңыздар, 20 см форма шығады, 2 ас қасық қойып, тағы да жайып аласыздар. Нәтижесінде бізде осындай пышный жұмсақ бисквиттеріміз дайын болды. Енді ортасына жағатын кремді дайындаймыз. Таразыға сливкемізді құйып өлшеп аламыз. Енді 0-ге келтіріп, творожный сырды да өлшеп аламыз. Үстіне қант ұнтағын салып, қоюланғанша көпіртіп аламыз. Дайын болған бисквиттерімізді міндетті түрде кем дегенде 15 минуттай суытып аламыз, және оны тегіс жерге қоюымыз қажет. Ыстық күйінде кремді жақпаймыз. Енді тортымызды жинаймыз. Торттың ең астына кремді жағып аламыз, торт кішкене жылжып кетпеу үшін. Үстіне жұқалап сүтті жағып шығамыз. Әр қабатына 2 ас қасықтан кремді салып, жағып шығамыз. Сосын келесі коржды бетін астына қаратып қоямыз, торт тегіс шығу үшін. Енді торттың бетін жауып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз. 3-4 сағат өткеннен кейін кремін дайындаймыз. Үй температурасында тұрған сары майымызды қант ұнтағымен араластырып аламыз. Оның үстіне творожный сырды салып, қоюланғанша көпіртіп аламыз. Дәл осындай миксердегідей кремдеріңіз ағып кетпеуі керек, өзін-өзі ұстап тұру керек. Дайын болған тортқа кремімізді жағып, бір тегіс етіп жан-жағын әрлеп аламыз. Бізге шпатель қажет болады, осылай тортты бір келкі етіп жасау үшін. Егер торттың кремін жасап жатқан кезде 10 минуттан артық уақыт кетіп қалса, оны міндетті түрде холодильникке салып, кішкене қатырып алыңыздар. Крем қатқан кезде тортты тегістеу оңайырақ болады. Тортымызды осылай бір тегіс етіп кремі жағып аламыз, сосын оны 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Шоколадты ерітіп, видеодағыдай үстіне жағып шығамыз. Тоңазытқыштан алған салқын тортқа шоколадты жаққан кезіңізде, өзі шоколад ағып, кішкене осылай қатып тұрып қалады.
ары қарай сәндеу өз фантазияңызға байланысты шоколадпен жазу жазсаңыз да болады, немесе фруктымен, тәттілермен әрлеп сәндесеңіздер де болады. Мен қалып қойған шоколадты торттың бетіне жазу жазып, апельсин мен кивиді кесіп қойдым. Тортты жасап жатсаңыз да рас болсын, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз.